Сіздермен бүгін осындай керемет болып шығатын бризольдар дайындайтын боламыз. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызға тұз, сүтіміз қосып жақсылап араластырып, үстінен күштен өткізілген сырымызды салып араластырып, орта отта пісіріп алатын боламыз. Мінекей менде осылай болып шықты. Және де салмасына пияз, сарымсақ, тұз және жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Мінекей енді жұмыртқаларымызға дайын салмамызды салып, жұқа етіп жайып, осылай орап түйіп алатын боламыз және формамызға жайластырамыз. Қалғандарында осылай түйіп, жұқалап жайып аламыз салмамызды. Мінекей осылай барлығын түйіп алып, үстіне сметанамызға күшіне өткізген сырды салып араластырып жағып шығатын боламыз. Сол кезде қызарып, әдемі болып шығады. Мінекей барлығын жағып алдық. 180 градуста пісіріп аламыз. Біздің бризольдар дайын ас болсын.